Так, құрметті оқушылар, енді біз есебімізді тереңірек түсіну үшін тағы да бірнеше мысалдар қарастырайық. Мысал үшін синус x функциясы кіші болсын минус түбір асты 2 бөлінген 2-ден. Ондай жағдайда не істейміз? Так, бізде барлық жағдайда бірінші бірлік шеңберді сызып аламыз. Так, бірлік шеңберді сызамыз. Бірлік шеңбер сызылды, жазамыз. Мына жерде 0 градус. Біз білетін 90 градус. Так, 180 градус. Мына жерде 270 градус. Так, енді 0 градус және бұл 360 градусқа тең. Екеуінің мәні бір. Так, бізде синус бірінші ширекте плюс, екінші ширекте плюс, 3 және 4 ширекте минус екені белгілі. Так, ендеше бізде бастапқыдағыдай біз синус x қанша градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең. Таблицадан қарайтын болсақ, синус 45 градуста түбір асты 2 бөлінген 2-ге тең екені белгілі. Бірақ біздің есебіміз шартында минус деген таңба көрсетілген. Ол үшін не істейміз біз? Ол үшін біз тек қана 3-ші және 4-ші ширектерді қамтимыз. Так, минус түбір асты 2 бөлінген 2, ол бізде мына жерде. Минус түбір астындағы 2 бөлінген 2. Осы x графигін, x координатасына параллель түзу сызамыз. Сол кезде бізде осындай екі шеңберге бөлінетін нәрсе пайда болады. Так, енді бізге самый главный осы аралықтың мәндерін табу. Мына жердің және мына жердің. Так, синус 45 градуста тең болғандықтан, яғни ол бірінші ширекте тең болғандықтан, 3 және 4 ширекті табу үшін біз осы жерден кері қарай, артқа қарай минус 45 градус жүреміз. Яғни сол кезде бізде 360-тан артқа қарай жүретін болсақ, бұл жерде бізде 315 градус болады. Екінші жағымыз, яғни қарайтын болсақ, мына жерден бастап былай қарай 45 градус жүргендіктен, енді екінші жағынан да былай қарай 45 градус жүреді. Сол кезде 180-ге біз 45-ті қосқан кезде бізде 225 градус шығады. Так, енді біз қарағандай екі бөлікке бөлінді. Біріншісі үлкен бөлік, екіншісі кіші бөлік. Так, мына жерден белгілеп қоятын болса, міне мынау бізде кіші бөлігіміз. Так, мына жағы бізде үлкен бөлік. Так, міне. Мына жағы бізде үлкен бөлік. Так, енді біз оны үлкен бөлікті аламыз ба, әлде кіші бөлікті аламыз ба? Соған назар аударайық. Так, ол үшін бізде таңбаға назар аударамыз. Таңба бізде минус түбір асты 2 бөлінген 2-ден кіші болып тұр. Түбір асты 2 бөлінген 2-ден барлық кіші сандар бізде міне мына аралықта орналасады. Яғни біз алады екенбіз мынау кіші аралықты. Так, кіші аралықты аламыз. Жауапты жазған кезде біз білетіндей сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жазамыз. Сағат тіліне қарама-қарсы бағытта жазған кезде бірінші бізде 315-ті алмаймыз. Бірінші бізде басы салып тұр мына аралықта. Қызылмен боялған аралықты штрихпен сызып қояйын. Боялған аралықта ең бірінші 225 градустан басы салып тұр. Соны бірінші жазамыз. Так, мен сәл жоғары көтерейін. Так, енді жазамыз 225 градус. 225 градус. Қосылған 2 πn. Қосылған, ойбай. Так, знакты қоямыз, x-ті қоямыз. Мына жақта бізде 315 градус. Қосылған 2 πn. Так, жауапты жазған кезде жай жақша. Потому что бізде қатаң. Сонда бізде 225 градус пен 315 градустың аралығында. Так, балалар, тағы бір ескеретін жағдай. Бізде тестте жауапта сан мәнімен емес, радианмен беріледі. Яғни радианмен берілсе не істейміз деген сұрақ. Мысал үшін, кез келген 60 градусты радианға айналдыру үшін мен бұны пи бөлінген